Пойызда бірге отырған Айдар есімді жігіт әңгімесін былай бастады. Алматыда студенттік өмірім, жас шағымның ең бір қызықты күндер өтті. Астанаға әлі үйренісе алмай жүрмін. Қыдырып бара қояйын десең, қыдыратын жерлер аз. Ретін тауып, қыз қырқынмен қыдырайын десең де, бірден көзге түсіп қаласың. Қала кішкентай, шағын, нағыз демалатын, қыдыратын қала айналайын Алматы ғой. Мұнда ең әдемі, сымбатты қыз келіншектер жиналған ба деп қаласың. Алматыға іс-сапармен айына бірер рет келіп кетіп тұрамын. Жасыратын несі бар? Әр келген сайын ағайын туыстардың үйіне түскеннен гөрі арзанқол қонақ үйлерге тоқтағанды жөн көремін. Өйткені осында қалған тамыр таныс қыз келіншектермен кездесіп, бір мауқымды басып қалу ғой баяғы. Осы жолы да жаман демалған жоқпын. Тек мына бір оқиға болмаса. Құдайға шүкір, ақша жоқ емес баршылық. Білдей мемлекеттік банктің департамент басшысымын. Теңгені шытырлатып ұстаймын. Жұма күні келген жұмысымды бітіріп, соны жуып тастайық деп бір кафеге бас сұқтық. Кешкілік мезгіл еді. Шамасы жастар жиі бас сұғатын орын болса керек. Қыз қырқынның да қарасы молдау. Жанымда отырған жігіт сөзге де, әзіл қалжыңға да ұста еді. Соның арқасында көрші үстелде отырған екі қызды өзімізге қосып алдық. Қыздардың бірі кәріс, ал екіншісі орыс. Біз үш деп зорламасақ та, олар жарыса қағып салып, сақ-сақ күліп, әңгіме айтып отырды. Шақырған жігіт желеңге отказ бермейтін нағыздардың өздері сияқты. Отырыстың соңынан кейін қонақ үйге шақырып едім, оған да көне кетті. Тек қайтарда таксиге ақша берсеңдер болды, деді екеуі. Әлгінде даяшымен есептесіп жатқанда қалтам толы ірі ақша екенін екеуі де байқап қалған. Кафеден шыққан соң жанымдағы жігіт үйге қайтам дегенді шығарды. Мына екеуін бірдей не істеймін десем, ол қатын ауру, бала жас деп ыңылдады. Онымен қоймай, қасыңа қатының жоқ, шөлдеп қалған боларсың. Екеуін бірдей тоңқайды. Ал мен кеттім, ренжіме, деді. Сонымен қойшы, әлгі қыздарды таксимен өзім тоқтаған қонақ үйге алып келдім. Ішке кірген соң, жолай сатып алған шарапты бөліп ішіп, тән тоятына қызу кірісіп кеттік. Олар екеу, мен жалғыз. Күшім жеткенше екеуін де кезек-кезек ұрғылап жатырмын. Әлгінде кішкене тиын тебен берсең болды деген соң, қалталарына 5000 теңгеліктен бір-екеуін тығып жібергенмін. Соған риза болған олар бар өнерін көрсетіп жатыр. Тән тоятына 2 ұрғашымен бірдей алғаш рет түсуім. Мұндай кәйіпті бұрын соңды көрмеген екенмін. Екі қыздың да сұлулығы мен сымбаттылығында мін жоқ. Әппақ борықта екеуін таң атқанша солқылдатып шыққанымды білемін. Онымен қоймай, ертеңінде тағы да кездесейік деп ұсыныс жасадым. Ақшалы еркектен айырылсын ба? Екеуі де қуана-қуана келісті. Кешкілік уәделескен уақытта телефон шылдыр етті. Кешегі екі қыздың бірі екен. Айтқан заказың даяр, тек ақшаң болса, деді трубканың ар жағындағы дауыс. Түнде шарап пен жалаңаш екі қыздың буына елтіп жатып, маған свежий тағы біреуін табыңдар деп айтқан екенмін. Сол-ақ екен, олар керемет бір сылқым сұлу барын айтқан еді. Сөзге келместен, онда мені соған кездестіріңдер, бір түнді сонымен өткіземін, дедім. Әдемілігіне сай, ол өте қымбат, деді екеуі. Бопты деп мен келісімді бергенмін. Әлгі қыздың айтып тұрғаны осы әңгіме еді.
Ол сіздің қонақ үйге бармайды. Керісінше сен оған баруың керек деді. Мынау адресі деп бір адресті берді. Жарты сағаттан соң кездесетін үйдің алдында тұрдым. Карина, кәріс қыздың аты. Мені тосып тұр екен. Амандасып болғаннан кейін ол бірден: кездесетін адамыңыздың аты Оксана. Қазақ қызы. Ол біздің басшымыз. Соның сілтеуімен жұмыс істейміз. Қазір сіз кіресіз. Мен осында күтемін. Ұнаса қалыңыз, ұнамаса 10-15 минуттың ішінде сыртқа шығыңыз. Мен сізбен қонақ үйге баруға, кешегіндей жұмысқа әзірмін. Егер Оксананы ұнатып қалып жатсаңыз, жақсы демалыс тілеймін деді. 3-ші қабатқа көтеріліп, келген пәтердің қоңырауын бастым. Ашылған есіктен сәлем беріп кіре беріп, таң қалғанымнан шалқамнан түсе жаздадым. Сіздер білмейсіздер ғой менің алдымда кім тұрғанын. Айтсам, сенбеулеріңіз де мүмкін. Сол сәтте мен өз көзіме өзім сенбеген едім. Жарайды, кімді көргенімді артынан айтайын. Сонымен, қой, бөтен болар, өмірде ұқсас адамдар көп қой деген оймен аяқ киімімді шешіп залға өттім. Ол қыз да сыр бермеді, тек алдымен есептесіп алайық деді ақырын. Келіскен ақшаны қолына ұстата салдым. Ваннаға кіріп, шайынып алыңыз. Таза орамал да сонда ілулі тұр деп, Оксана үстел үстінде жатқан шылымды алып тұтатып жіберді. Өң мен түстің арасында қалған мен қалай шешінгеніме, Оксанамен қалай ойнағаныма есеп беруге шамам келмеді. Атқа мінгендей үстіме мініп алып, изендеп отырған тырдай жалаңаш қыздың оң жақ тамағындағы меңін көрген кезде, сол ғой мынау деп ойлауға ғана шамам келді. Жұмысымды бітіргеннен кейін шайынып келіп шалқамнан жаттым. Шай ма, кофе ме деді Оксана орнынан тұрып. Қайсы болса да бәрібір. Оның әппақ сұлу денесіне қызыға қарадым. Қысқа халатты үстіне жамыла салған ол ас үйге шығып кетті. Сәлден соң, келіңіз, кофе ішейік деген дауыс естілді. Ұзақ қарадыңыз ғой, таныдыңыз ба? Бірақ әлі де сыр бергіңіз келмейді ме? Мен сізді бірден таныдым. Енді жұмбақ ойнамай-ақ қояйық. Иә, мен сол баяғы Ақшарқатпын деді. Кофесін бір жұтып маған тесіле қарады. Иә, алдымда отырған Ақшарқат еді. Менің ең алғашқы сезімімді оятқан. Бала махаббатым Ақшарқат еді. Неге танымайын? Көрген сәтте-ақ бірден таныдым. Бірақ оған ұқсайтын өзге қыз болса екен деп тілеген едім. Өйткені бала махаббатымды мұндай кір, мұндай лас қылыққа қимаған едім. Әттең. Достым, әлгінде айтпағанымды енді айтайын. Ақшарқат менің алғашқы махаббатым болатын. Ол көрші ауылдың қызы еді ғой. Сол жақта тұратын туыстарыма барып жүріп танысқан едім. Хат жазысып тұрдық. Анда-санда ол жаққа жолым түсіп бара қалған кезде, бір-бірімізге не айтарымызды білмей ұялып төмен қарап отырушы едік. Соның өзі қызық еді ғой. Бұл бала махаббат деген еді. Мен мектепті бітірген жылы, ол да бітірді. Екеуміз Қазмуге құжат тапсырып, студент атандық. Сол жылы күзде университет қабырғасынан мен әскерге алындым. Алғашында хат жазысып тұрдық. Кейіннен Ақшарқат хатты сиретті. Соңғы бір хатында өзге жігітті ұнататынын жазыпты. Одан кейін одан хабар мүлде тоқтаған еді. 2 жылдық азаматтық борышымды өтеп болған соң, оқуымды жалғастыруға университетке оралдым. Ақшарқат жайлы сонда естіген едім. Оны оқудан шығарып жіберіпті.
ол бұзылып жеңіл жүріске түскен көрінеді. Осында оқитын шетелдік студенттермен қыдырыпты. Бірде қыдырып көңіл қосып жүрген шетелдіктердің қойнына бір жас қызды салып беріпті. Ол көнбей балконнан секіріп мертігіпті. Ақыры үлкен дауға ұласып Ақшарқат бастаған 2-3 жеңіл жүрісті қыздарды оқудан шығарып жіберіпті. Одан кейін арада қаншама жылдар өтті. Ақшарқатты қайтып кездестіре алмадым. Ол жайлы елдің айтып жүрген өсегіне де сенбеп едім. Достым, Құдайдың құдіретінде шек бар ма? Ақыры көңіл көтеремін деп келіп, онымен ойда жоқта кездестім. Мен туралы естіген боларсыз. Сол бір оқиғадан кейін мені оқудан шығарып жіберді, деді Ақшарқат. Әлі есімде, сені армияға шығарып келіп, бөлмеден шықпай 2-3 күн жылап жатқаным. Рас, сені жақсы көрдім. Сағынып хат жаздым. Солай бола тұрса да, жаман жолға қалай түскенімді сезбей қалдым. Бір бөлмеде жоғары курста оқитын 2 қызбен бірге тұрған едім. Обалы не керек, өте ажарлы сымбатты қыздар еді. Сол жылдары Қазмуде шетелдіктер көп оқыды ғой. Негрде, арапта, ауғанда. 2 қызды солар қонаққа жиі шақыратын. Шетелдіктер десе екеуі ұшып кететін еді. Көбіне соларға қонаққа барса, келмей қонып қалады. Олардың бұл тірліктеріне алғашында үрке қарап жүрдім. Жүре келе мені де ертетін болды. Барғым келмейтін. Ақыры көндірді ғой. Ақыры 2 қыздың айтқанымен жүрдім. Темекі тартып, арақ ішуді үйрендім. Шетелдіктермен қыдыру, солармен бірге қонып қалу әдетке айналды. Сөйтіп жүргенде оқудан шығарып жіберді. 2 қабат болып, бір ұл тудым. Ол маған тартпаған. Қара қожалақ негр сәби еді. Қағымнан жеріп, оны сол перзентханада тастап кеттім. Жезөкшелермен бірге Алматының қымбат қонақ үйлерінде қызмет көрсеттік. Жеңіл жүрістің дәмін бір алып алсам, қоя алмайды екенсің. Сөйтіп жүргенде заман өзгерді ғой. Мен жұмыс істемеген фирма, компаниялар Алматыда аз. Бастық сымақтардың бәрі едіреңдейді, астына салады дегендерін қылады. Ақыры өзім бей, өзім қожа болайын деп жаныма жеңіл жүріске салынған 7-8 қызды жинадым. Қазір көңіл көтергісі келетін қалталы мырзалар көп қой. Солардың заказын орындаймыз. Бар тірлік осы. Ақшарқат темекінің тұқылын күл салғышқа тастап, суып қалған кофесін жұтты. Әрине, бұл лас тірліктен жалықпадың ба дейтін шығарсың. Иә, жалықтым. Деп Ақшарқат күрсініп қойды. Безіп кеткім келеді. Бірақ қайда барам? Ақшарқаттың жанары жасқа шыланды. Оның сүйріктей саусақтарын сипаладым. Ақшарқат, үйленейікші. Қалай айтқанымды өзім байқамай қалдым. Төмен қарап отырған ол бір сәт басын көтеріп маған тіке қарады. Жоқ, деді сосын күрсініп. Талай еркектің астында жатып, көн тулақ болған мені қайтесің? Өз жанұяң бар, шырқын бұзба. Мен жүрген бір жезөкшемін. Кезінде сенің сезіміңді қадірлей алмап едім. Енді жетісті дейсің бе? Көңілің қаласа, осылайда кездесіп тұрайық. Көп ұзамай ел жаққа кететін шығармын. Бір жақын ағайынның баласы үлкен әкім болған екен. Сол жұмысқа шақырды. Бәрін қойып адам болсам деймін. Осыны айтқанда Ақшарқаттың жанарынан жас тамып кетті. Орнымнан тұрып оны құшағыма тарттым. Жас толы жанарынан өптім. Оның айтқанының бәрін естен шығардым. Көз алдыма баяғы оқушы
жас қызды, алғашқы махаббатым болған Ақшарқатты елестеттім. Сол баяғы күлімкөз, ақсары әдемі қыз. Ернінен құшырлана сүйдім. Аялай құшақтадым. Шын көңілмен құшақтасып, шын сүйіспегелі қашан. Әбден роботқа ұқсап кетіппін. Біртүрлі сияқты. Ақшарқат әлденелерді айтып жылап жатты. Мен оның айтқандарын естігім келмейді. Құшағымда жүйзікше Ақшарқат емес, баяғы балғын, бейкүнә пәк Ақшарқат тұр деп елестеттім. Солай деп құштым. Солай деп таң атқанша аймалап шықтым. Құдай-ай, мұндайда тәтті түн болады екен-ау, білсемші, деп ол да мені тас қып құшақтап айырылар емес. Сөйтіп, арманым болған алғашқы махаббатым Ақшарқатты осылай кездестірдім. Таңертең оянсам, Ақшарқат бүрісіп бауырыма кіріп жатыр екен. Ұйқысын бұзғым келмеді. Сыпырылып қалған жамылғышты үстіне жауып, маңдайынан иіскедім де, киініп сыртқа шықтым. Ақшарқат менің қолым жетпес арманым еді. Бала махаббатым еді. Оның жасқа толы жанарын көргенде бәрін ұмыттым. Бәрін кештім. Өмірде адасып жатқандар аз ба? Солардың бірі Ақшарқат еді ғой. Міне достым, саған айтар әңгімем осы. Оның бәрі әлгіндегі секс дегеннен шығып кетті ғой, деп Айдар орнынан тұрды. Жүр, тамбурға шығып темекі тартып қайтайық. Тамбурға шыққан соң терезеден сары далаға көз салған ол. Үйленейік дегенде Ақшарқат келісімін берсе, бәлкім Алматыда қалып қалар ма едім. Мен оның барлық қателіктерін кешірер едім. Ақшарқат менің арманым еді ғой деп, ол күрсініп қоя берді.